This is 100 gram. Okay? 100 gram. Only numerical value. 100 gram. 200 gram. Sabahların kızıktığını arttırуу için sabahın aldığında video men, suret men prezentasiya dayındalaymiz. Sol kartları etüpeşke salamız. Jane de surakları etüpeşke жазамыз. For example, 10 meter per second to east. Now, vectors, there is a direction. Sabah gezinde okuşular Zoom men birge etüpeşi aşadı. Bizler de Zoom men, aktif board men etüpeşi aşamız. Sabahları online түсіндірemiz. Balaların surakları bolsa bizlerge Zoom arkalı Ausça nemesi chatke жазады. What does it mean, scholar? I never heard that word. Bizler elektronik laboratuvar деген FET деген programayı қолданамыз. Қосымша Quizlet қолданамыз. Және де Socrative деген imtihanları аламыз. EduPage оқытуды басқару жүйесі. EduPage арқылы сабақ кестесін көре алады. Мұғалім әртүрлі тапсырмалар бере алады. Материалдарын бөлісе алады өздерімен. Үй тапсырмасын бере алады. Оқушыларға кері байланыс орната алады. Мысалы, әртүрлі сұрақтар, суреттермен қоса. EduPage арқылы ата-аналар оқушының сабаққа қатыспағанын, мұғалімдердің ата-аналарға айтқан ескертулерін көре алады. Немесе оқушыларға мысалы үй тапсырмасын берсе, үй тапсырмасына кері байланыс орнату арқылы сол байланысты көре алады. Мысалы, қандай да сұрақтар болса, мұғаліммен сөйлесе алады, тікелей сөйлесе алады. EduPage мектеп, ата-ана, оқушы осы үштікті біріктіретін бірыңғай платформа. Оқу жылы басталмай тұрып, бізге мектеп ұжымы бірнеше семинарларға қатыстық. Семинарлар арқылы біз Zoom-ды қалай пайдалану қажет, Zoom мен EduPage платформасы біріккен кезде қандай сабақтар жасауға болады, осыны біз жан-жақты талдап үйренген болатынбыз. Сол тәжірибемен қазіргі кезде сабақтарымызды өткізіп жатырмыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытудағы негізгі мақсат оқушыларды шығармашылық қабілетке баулу, оларды сауатты сөйлеу тұрғысынан тәрбиелеу. Осы тұрғыда қашықтықтан оқытудағы негізгі кедергі оқушылардың өздері қалағандай аудиторияның жетіспеушілігі, яғни еркін ойды білдіре алмауы, олардың эмоциясын жеткізе алмауы кедергі. Бірақ біз осы кедергілерге қарамастан оқушылардың сауатты, жан-жақты білім алуына бар күш-жігерімізді салудамыз. Keeping the students engaged and motivated is not a piece of cake. It has always been the case, but now that they are learning from home, not even in a physical classroom, the challenge becomes even bigger. Teachers should always keep track of the progress of their students. In my class, we usually play Kahoot. It's not something brand new for students because everyone is familiar with it. But teachers can create their own Kahoots or choose one of the bunch of the existing games. Егер де бала сабақта түсіне алмаса, onlar менің жүктеген барлық сабағымы қайталана алу мүмкіншілік бар. Барлығын көре алады, сақтау алады өзіне. Егер де али түсіне алмаса, EduPage арқылы маған хабарласы болады. Немесе абеттен кейін суббота күндері қосымша сабақтар бере аламыз. Okay. Do you understand this lesson? Yes. Yes? Yes. No? Yes. Yep. Bye. Goodbye. Bye. Thank you. Biz оқушыға әрқашан көмектесуге дайынбыз.